Аграм. Мынау қазақтың аспабының бірі қара киелі қазақтың домбырасы деп айтылады. Бұл домбыра ағаштан жасалады, екі шектен жасалады. Мұны тиегі бар, тиегінен жасалады. Әдемілі үкі әшекейі қылдырып ілініп тұрады, әдемі болсын деп. Бұны күйшілер тартады, әншілер тартады сахнада. Түсіндің ғой да? Бұлмен мен қазір саған бір өлең айтып берейін. Қадыр Мырзалиевтің атап кеткен сөзінде бар. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деген деп айтып кеткен. Сол сияқты мен саған бір өлең тарту етейін осы домбырамен. Жақсы ма? Аман болсам халқым үшін ой, халқым үшін салдым үшін ой, ата баба салып кеткен аянбаймын салдым үшін ой, ата баба салып кеткен аянбаймын салдым үшін ой. Әнмен күймен өткен өмір ай, арғым аттың шабысындай оу, келер ұрпақ бақыт үшін оу, жығыласын төккен өмір ай, келер ұрпақ бақыт үшін оу, жығыласын төккен өмір ай. Асыл мұра орын бекен ай, бойындағы барын деген оу, ата салтын сақтамасаң оу, бұл өмірде бәрі бекер ай, ата салтын сақтамасаң оу, бұл өмірде бәрі бекер ай, ата салтын сақтамасаң оу, өмірде бәрі бекер ай, ата салтын сақтамасаң оу, бұл өмірде бәрі бекер ай, өмірде бәрі бекер ай. Деп осындай керемет салт дәстүрлі әдемі әуендер домбырамен айтуға болады, әндер. Түсінікті ғой домбыра не үшін? Түсіндің ба? Домбыра осындай әрбір мұсылманның, әрбір қазақтың үйінде осындай ілініп тұрады, қара киелі домбырасы. Түсінікті ғой. Соны ертең апайларға айтып апар. Жарай ма?